Қазақстан бойынша бізде Алматы қаласы өте қауіпті болып тұр ғой. Енді дәл қазір біз енді осы мәселені көп зерттеп жүргеннен кейін біліп отырмыз, ол жақтағы адамдардың өмірлеріне қауіп төніп тұрғанын, және де тез арада ол жақтан көшіру жұмыстары негізі жасалу керек, иә. Бірақ та оны айтып көтеріп мәселені көтеріп жатқан адам жоқ. Енді волонтерлар осыны шет жағасын айтады стримдарда, жалпы бұл туралы биліктің жаңағы деңгейінде, жоғары деңгейде телеарналарда немесе биліктің кабинеттерінде айтылмайды, иә, например. Енді біз осыны көре тұра үндемей жүре алмаймыз. Сондықтан бұны қалайынан бізге не істеу керек, осыны білетін, осы шындықты түсінген адамдар не істеу керек деп ойлайсыздар? Иә, әрине, жалпы негізі өте не сұрақ десек болады, өте жаңағыдегі маңызды десек те болады. Жалпы қазір яғни бір адамның өзі өмірі өте маңызды ғой, қазір адамдардың өмірі да. Яғни миллиондаған Алматының қаласының өзінде мысалы 2 миллион халық бар дейді да. Енді осылардың бәрін жаңағыдегі жер сілкінісі болған кезде мысалы осы біздің айтып жатқандығымыз әрдайым мысалы кеше жақында болған болса, былтыр ма Алматыда болды ғой жер сілкінісі. Сол кезде қатты бір айдай ма болып жатты. Сол кезде біраз адамдардың өзі ойланып қалды. Алматыдан көшіп, жаңағыдегі сол Алматыда біраз өмір сүріп жүрген шымкенттіктер болсын, келіп жатты да, осы студенттер болсын. Жалпы сондай қатты жер сілкінісі тоқтамай бір ай болған кезде ғана адамдар сол кезде ғана кішігірім уже ойланып басқа жақтан үй алып, Алматыдағы және үйлер арзандап жатты сол уақытта, этаж үйлерде тұрмай жатты, біраз адамдар жер үйге қарай көшіп жатты. Жалпы енді бұның бәрі нені көрсетеді? Бұл нәрсе ол бір жақында қайталанса, яғни тағы да қайталануы мүмкін да. Бұл көріп отқан адамдар бұны түсіну керек, чтобы әр адам бұны білу керек. Бұндай нәрсе тағы да қайталануы мүмкін екенін, одан да жоғарысы болуы да мүмкін екенін тағы да білу керек. Және осы нәрсені жаңағыдегі адамдар үнемі ақпаратта көтеріп, осы мәселені қойған кезде сол кезде кәдімгі мәселе қойған кезде уже бұның түйіні шешілетін жолдар ашыла бастайды. Жаңағыдегі ғылыми орталықтар жаңағыдегі құрылып дегендей ғой. Мысалы сейсмикалық орталықтар құрылса, жаңағыдегі зерттейтін үнемі қазір күнделікті болып жатыр ғой майда жер сілкіністер. Ол қаншалықты қай уақытта болады, кішігірім осы нәрселерге адамдарға ақпарат берілсе, тереңірек үңілсе, бұл нәрсенің ақпараты көбірек адамдарға жетсе, одан кейін барып қозғалатын шығар жалпы.